сетевойға кез келген адам келген кезде оған жаңа командадағы партнерлардың барлығы, спонсорлары, наставниктары түсіндіре бастайды барлығын. Бұл оңай, сен күнделікті осы әрекеттерді істе, осылай жаса, былай жаса деп. Бәрі оңай сияқты болып көрінеді. Ана кісі бірақ сол әрекеттерді жасай бастайды, бірақ ешқандай нәтиже болмайды. Ол кісі жаңағы жерде жүрген басқа да адамдарды, партнерларды көреді, өзімен салыстырады. Сосын бұлар басқашалау, мен басқашамын деп өзін салыстыра бастайды. Өзі мына төменгі бірінші деңгейде тұрып, жоғарыда тұрған адамдарды өзінен салыстыра бастайды. И нәтижесінде ол өзін жаңағыдай мен мыналар сияқты емеспін, у меня не получится, қолымнан келмейді деген сияқты ойлар кете бастайды. Олар айтқан нәрсені жасау арқылы ғана нәтижеге жете бастайды. Бұл кісі ең алдымен келген кезде, сетевойға келген кезде адам өзінің мышлениесін өзгерту керек. Мына жерде ештеңе өзгермесе, сенің табысың да бүгінгі өзгермейді. Яғни бүгінгі табысың қандай, ертеңгі де тура сондай болып тұра береді. Ең алдымен мына жердегі мышлениені өзгерту керек адам. Сосын адамдар отказ береді, қызықтырмайды деп айтады. Сондайдың барлығына адамдар сынып қалып сразу. 100 адамға айтқаннан кейін оның ішінде 2-3, 10 адамдар тіпті тіркелгеннің өзінде оның өзі жақсы нәтиже болып есептеледі. Сондықтан әр адамның өзінің клиенті болады, әр адамның өзінің партнері болады, өзіне ұқсайтын, екеуінің ортақ құндылықтары, көзқарастары, бір интерестары, какой-то бірдеңе өздерінің арасында бір ұқсастық болады. Сондай кезде ғана адамдар бір-бірімен жаңағыдай тіл табысып, бір-бірімен партнер болып, сол кезде ғана жұмыс істей бастайды. Сондықтан сетевой бизнесқа келген кезде адамдар келіп өзі жаңадан компаниядағы адамдарды көрген кезде бұл секта, бұлар басқаша, мен басқашамын деп ойлауы, оның бәрі қалыпты жағдай. Сондықтан адам келген кезде сол жердегі адамдардан білімді алып, отказ жасамай, айтылған нәрсенің бәрін істесе, бұлжытпай орындаса, нақты жоспар құрып, соны күнделікті жазып, сонымен жұмыс істесе ғана нәтижеге жете алады. Және оның ойы өзгере бастайды. Миына сендірген нәрселер, жетістіктер, ақшалар уже келе бастайды. Сондықтан сетевойдағы осындай қиындықтарды мен сіздермен бөлісейін деп шештім. Іште жүрген өзімді толғандыратын команда құрудағы осындай бастапқы роликтерінің алғашқысы деп есептеймін осы роликті. Сондықтан сетевой туралы ойларыңыз болса маған жазыңыздар.